Саламатсыздар ма? Мен сіздерге қазір Livegood американдық клубы туралы тез қысқаша маркетинг туралы мағлұмат беріп кетейін. Бұл Америкада, Флорида штатында 13 декабрь күні 22 жылы тіркеліп старт алды. Небәрі 4 ай болды. Членский взнос $50. Бұл $50-ға ештеңе сатып алмайсыздар, бірақ сіздер өте күшті мүмкіндік аласыздар. Қандай мүмкіндік десеңіздер, продуктыға 75%-ке дейін скидка, яғни біздің клубта басқа бүткіл сетевойлармен салыстырған кезде ценовая политика, мына жерде маркетингі надбавка жоқ. Сол зауыттың бағасында $8-дан $22-ға дейін максимально продукциялар міне осындай бағада тұрады. Осындай мүмкіншілікке ие болу үшін сіз членский взнос төлейсіз және маркетинг бойынша ақша табуға мүмкіндік аласыздар. Және осы мүмкіндікті жоғалтып алмау үшін ай сайынға төленетін абонементтік төлем бар, $10 көлемінде, яғни 4600 көлемінде төлем бар жоғы осы ғана. Енді маркетингті қарасаңыздар, бұл реферальный бонус 50%. Яғни каждый шақырған адамыңыздан $25-дан табыс табасыз. Қанша шақырам десеңіздер де, ол жерде шектеу жоқ. 10 адам шақырсаңыздар жоқ, 2 адаммен жұмыс істейсіз бе, жоқ, 1000 адам шақырасыз өзіңіздің еркіңіз. Енді структурный бонус, осы реферальный бонустың жалғасы 10 уровеньге дейін, екінші уровеньнен 10 уровеньге дейін барлық сомасы 30% құрайды. Яғни сіздің лишний шақырған адамдарыңыздан 50%, яғни $25 алсаңыз, олардың шақырған адамнан сіз 10% аласыз, яғни ол $5 құрайды. Одан кейінгі линиядан тағы да 10%, тағы $5 құрайды. Одан кейін 5-5, 3-3, 2-2, 1-1 деп 10 уровеньге дейін тура осы реферальный бонустан 10 уровень аласыздар. Енді матричный бонус деген бар, келесі бонус. Бұл $1-дан $16,383 дейін пассив шығады. Ол пассив қалай шығады десеңіздер, сізге компанияға $50 членский взнос төлеп тіркелген кезде сізге бірден 12 уровень ашық тұрады. 12 уровеньге 8192 адам сияды. Міне осы 8192 адам толатын болса, егер ол 0,25 центтен есептегенде $2047, без ранга. Егер сіз оның бір адамын сіз шақырмай, ол переливпен толып кететін болса, яғни сіз ай сайын $2047-ды былай да алып отырасыз пассивный. Ал егер өзіңіздің командаңызбен тезірек толтырсаңыз да болады деп, переливті күтіп отырмастан. Ал егер сіз 2 адам шақырсаңыз, бронза дәрежесіне шығасыз, және $2047 емес, уже $4096 дейін пассив аласыз. Бір уровень қосылып ашылады. Ал енді соңғы өзі 5 статус бар. Соның соңғы статусы бриллиант, 2,5 адам. Бриллиант болған кезде сіз $16,383 дейін пассив ала аласыз. Енді матричный бонуста бұл жерде тек қана 2047-ге толуын күтіп отырмайсыз. Командаңызда 5 адам түседі. 5 адамның әрқайсынан $25-дан, 25 центтен түсе береді. Айына бір рет түседі. Мынау реферальный бонус аптасына бір рет түседі. Каждый четверг, структурный бонуста каждый четверг түседі. Матричный бонус айына бір рет, айдың басында бірінші четвергте түсіп отырады. Енді мына жерде чека деген бар, Чека бірінші уровеньнен 50%. Бұл чека мына матричный бонустан шығады. Матричный бонус сіздің первый линияларыңыз қанша алып жатыр? 2000 алып жатыр ма? Жоқ, 200 алып жатыр ма? Жоқ, 16000 алып жатыр ма? Солардың барлығынан 50% аласыз. Енді содан кейін чека 5 уровеньге дейін жалғасады. Мына 5 уровеньде, одан кейінгісі 10%, кейінгісі 10%, 5, 3% па, сондай. Общий жалпы 23% шығады мына жерде. Одан кейін розничный продажада продукциядан бар, оптовый продажа продукциядан бар. Бұл жерден өте күшті 75%-ке дейін осы жерден табыс табуға болады. Сосын пул бонус бар. Барлық бриллианттардың ортасында 2% мировой товарооборот бөлінеді. Міне осындай 7 түрлі күшті табыс көзі бар. Сұрақтарыңыз болса, жалпы астына жазсаңыздар болады, немесе менің басқа да каналдағы ашылып айтылған маркетингтерін тыңдасаңыздар болады.